Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз қазіргі кезде трендте жүрген гранат шоколаде жасап көреміз. Осындай өте әдемі болып шықты, дәмді болып шықты. Балаларға өте жақсы ұнады. Өзіме де ұнады. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Жасап көріңіздер. Өте оңай жасалады. Қара және ақ шоколад керек. Каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Шоколадты осылай екі ыдысқа ерітіп аламыз. Микроволновкаға немесе ыстық суға. Гранатымызды жақсылап тазалап аламыз. Қабығын аршып, дәндерін бір ыдысқа салып аламыз. Осылай барлық дәндерін бір ыдысқа тазалап аламыз. Салып, өте көп мөлшерде шығады. Бір үлкен гранаттан жасасаңыздар жетеді. Шоколадымыз осылай еріді. Өте қатты ыстыққа берітпейміз. Осылай еріп бастағанда, еріп болғанда оттан аламыз. Осындай силиконды ыдыстармен де соларға салдым. Болмаса тақтайға пищевой пленка төсеп, соның үстіне қасықпен де салып жасауға болады. Шоколадты осылай ішіне салып аламыз. Ақ және қара шоколадты салып шығамыз. Содан кейін үстіне осылай гранат дәндерін саламыз. Осыны морозильникке қатырамыз. 15-20 минутта қатады. Менде банан болды. Сол бананнан да жасай салдым. Шоколад жағып. Мінекей гранатымыз дайын. Өте дәмді, өте әдемі форма болып шығады екен. Жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Өте оңай, тез жасалады. Дәмі ерекше, дәмді болып шығады. Бетін қалауларыңызша тағы да шоколадпен әсемдесеңіздер болады. Менде мына кокосовый стружка, посыпкалар септім кейбіреуіне. Осындай әртүрлі формаға салып жасай берсеңіздер болады. Банандарымыз өте дәмді. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Шаймен, кофемен өте жақсы жүреді. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.